Бүгін Бурабайда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Серікбай Қажы Ораздың төрағалығымен ғұламалар кеңесінің кезекті 23-ші мәжілісі өз жұмысын бастады. Алқалы жиынға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы төрағасының бірінші орынбасары наиб мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы, наиб мүфти Бауыржан Әбдірашұлы, аппарат басшысы Ғылымбек Мәжиев, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ғұламалар кеңесінің хатшысы Ершат Оңғаров және ғұламалар кеңесінің мүшелері қатысуда. Бұл құрылым еліміздегі шариғат талап тілектері жөнінде пәтуа шығаратын бірден-бір қоғамдық кеңес. Оның құрамына елімізге танымал дінтанушы ғалымдар мен ұстаздар кіреді. Ғұламалар кеңесінің осы мәжілісінің аясында күн тәртібінде өте өзекті болған біздің руханият саламыздағы пәтуаларымыз және күн тәртібінде алдымыздағы келе жатқан республикалық имамдар форумында қабылданатын аса маңызды болған тарихи құжаттарымыз сынды біршама құжаттар дайындалу үстінде. Имамдардың, дін адамдарының өзінің кәсіби міндеттемелерін айқындайтын және діни қызметкерлердің атқаратын діни рәсімдерінің тізілімін, яғни реттілік тізілімі осы ғұламалар кеңесінде қаралып отыр. Бүгінгі басқосуда ғұламалар кеңесінің құзырына кіретін келелі мәселелер қаралып жатыр. Сонымен бірге діни басқарма ұсынған Қазақстан мұсылмандары рухани тұғырнамасы жобасы да кеңінен талқыланбақ. Діннің рухани құндылықтарын зерделеп, ұлттық идеямен орайластыру бүгінгі күннің келелі бір мәселесі екені анық. Сондай-ақ бүгінгі жиында бірнеше пәтуаға шешім шығару көзделуде. Одан бөлек таухид кітабының аудармасы да талқыланады. Айта кетейік, кеңестің отырысы 2 күнге жалғасады.